Махамбет өңірінде киелі жерлердің бар екенін білесіз бе? Бұл өлке тарихы тереңінен сыр шертетін, әлі де көпшілікке толық таныла қоймаған қасиетті мекендерге бай. Алғашқы аялдамамыз орта ғасырлық Сарайшық қаласы. Бұл бір кездері Алтын Орданың ірі сауда, мәдениет және саяси орталығы болған көне шаһар. Сарайшықтың киелі саналуының басты себептерінің бірі дәл осы жерде қазақтың 7 ханы жерленген. Сондықтан бұл жерді халық хандар пантеоны деп те атайды. Бұл жерде Қасым хан секілді қазақ тарихында ерекше орны бар тұлғалардың рухы жатыр. Бұл жақта орналасқан әр қорықтастың үстінде Сарайшық қалашығында тұрған жерлер кейін Сарайшық қалашығында хандар жазылған. Бұл жақта бізде бірінші Қасым хан, бұл қазақ хандығының ханы, Сарайшық қалашығында 1311 мен 1318 жылдар аралығында билік құрған болатын. Келесі 3 ноғай ордасының билері Шейх Ноғай, Жүсіп де Әмір Бұқас Сарайшық қалашығында ноғай ордасының астанасы болған екен. Алтын көне қорымы. Бұл Махамбет ауданындағы Ортақшыл ауылынан шығысқа қарай 4 шақырым жерде орналасқан. Бұл қорым жергілікті маңызы бар киелі мекендердің қатарына енген. Аңыз бойынша қорым атауы осы жерде жерленген Алтын есімді арудың атауымен жазылған. Алтын қорымның тарихы тереңде жатыр. Мұнда Беріш руының Себек бөлімінен шыққан адамдар жерленген. Сондай-ақ Айтуар би секілді тарихи тұлғалардың да мәңгілік тыныс тапқан жері екендігі айтылады. Қорым аумағында 200-ге жуық көне құрылыс орны бар. Ал оның ерекшелігі сәулеттік келбеті мен құлпыстарының бірегейлігінде. Мазарлар шикі кірпіштен салынып, күмбездері қазақтың киіз үйінің шаңырағына ұқсатып жасалған. Құлпы тастарындағы өрнектер мен араб төте жазулары өткен ғасырлардан қалған баға жетпес мұра болып табылады. Әрбір тас үнсіз сөйлейтін тарих. Біздің кезекті аялдамамыз Индер ауданындағы Қараой. Бұл жерде қазақтың ұлы ақыны, батыры, азаттық жаршысы Махамбет Өтемісұлы жерленген киелі мекен. Қараойдың тарихы Махамбет есімімен тығыз байланысты. Бекетай құмында дүниеге келген батыр, ақын өмірінің соңында осы жерден мәңгілік тыныс тапты. Оның тағдыры ел тағдырымен, азаттық жолындағы күреспен астасып жатыр. Ал Қараойдың ерекшелігі оның ұлт руханиятындағы орны. Бұл тек кесене орналасқан жер ғана емес. Мұнда келген әрбір жан Махамбеттің қайсар рухын сезінеді. Келесі киелі мекен Исатай мен Махамбет ізі қалған тарихи орын. Дәл осы жерде 1837 жылдың қарашаның 14-не қараған түнде Исатай мен Махамбет бастаған көтерілісшілер жайықтың арғы бетіне өткен. Бұл жердің тарихы азаттық үшін күрестің шежіресі. Ел тәуелсіздігі жолында жанын қиған батырлардың ерлігі дәл осы жермен тығыз байланысты. Біз қазір Махамбет ауданындағы Махамбет тарихи өлкетану музейіне келдік. Тарихта жайықтың бетіне киіз төсеп өткен. Соны толығырақ айтып бересіз? Жарайды, бұл енді Қаражар картинасы деп аталады. Енді Махамбет пен Исатайдың қол бастап шыққан уақыты қарашаның 14 кезінде, осы түнгі уақытта таңғы 4-те деп бейнеленген. Жалпы мұздың үстіне киіз төсеген екен. Неге, не себептен өткені киіз аттың тұяғын естіртпеу үшін және аттың аузына дорба тігілген, арнайылап ішіне жем салып қойған, аттың кісінеген дауысы шықпау үшін солай жауынан солай қашқан екен. Махамбет өңіріндегі әрбір киелі жердің өзіндік тарихы мен ерекшеліктері бар. Олар халқымыздың рухани қазынасы, өткеннің аманаты, болашақ ұрпаққа қалдырған асыл мұрасы. Киелі жерлерді тану, тарихты тану, ал тарихты тану, өзіңді тану.